Бүгін дүниежүзілік Паркинсон дертімен күресу күні. Әлемде әлі күнге дауасы табылмаған дертті емдеудің түрлі тәсілі бар. Бірақ толық айығуға болмайды. Елімізде ұлттық нейрохирургия орталығында 2013 жылдан бері 200 операция жасалған. Мемлекет тегін емдеуге жылда 350 миллион теңге қаражат бөледі, ал бір операция 5 миллион теңге. Мамандардың айтуынша, әлемде Паркинсонды жеңілдетуге дәл Қазақстандай мол қаржы бөлетін ел кем-де-кем. Елімізде 17 мыңнан астам адам осы ауруға шалдыққан. Солардың бірі 50 жастағы Анатолий Меркулов. Жүре алмай қалғаны ол операция жасатып, бүгінде пациент пульті арқылы миына орнатылған электродтар мен импульстерді бақылайды. Заболел я, значит, 37 лет. 37 жасымда дертке шалдықтым. Аурудың дендегені сонша, тіпті аяқ киімімнің бауында байлай алмайтынмын. 4 жыл бұрын операция жасалынды. Қазір жұрт қатарлы жүріп тұра аламын. 5 миллион теңге тұратын операция жасалынды. Мемлекет өз азаматы үшін осынша қаржы бөліп отыр. Әйтпесе, ондай ақшаны қайдан аламын? Кімге керек болар едім? Мың алғыс.